Көріп отырғандарыңыздай, мына біздің досымыз Тиын жаңғақтар жинауға кірісті. Шынымен де көріп отырғандарыңыздай, жалпы өмірде Тиын ол жаңғақтармен қоректенеді екен. Сонымен бұл Тиын күніне 3 жаңғақтан жинаса, онда ол барлығы 5 күннің ішінде қанша жаңғақ жинайтындығын есептеп табайық. Олай болса, міне көріп отырғандарыңыздай, мына суреттен жаңғақтар 3-3-тен топтастырылған екен. Бұл нені білдіреді? Яғни, міне бірінші тұрған үштік, ол яғни бірінші күні жинаған жаңғақ. Келесі бұл екінші күні жинаған жаңғақ. Мынау үшінші күні жинаған жаңғақ, бұл төртінші, және де ең соңғысы бесінші күні жинаған жаңғақтарының саны екен. Ал енді бұны біз тағы да басқаша қалай жазсақ болады? Соған тоқталайық. Сонымен біз жаңа ғана айттық, жаңғақ 3-3-тен топтастырдық қой. Сонымен бір топта 3 жаңғақ бар екен. Олай болса мұнда жазайын 3 жаңғақ. Бізде неше топ бар? 5 топ бар екен. 3 жаңғақтан 5 топ бар. Ал енді бұны басқаша тағы қалай жазуға болады екен? Соған тоқталайық. Сонымен көріп отырғандарыңыздай, мына үштіктерден неше бар екен? 1, 2, 3, 4, 5. Сонда мен бұны тағы да басқаша 5 үштік деп жазсам болады екен. Ал енді бұны тағы да басқаша былай қосып тапсақ та болады ғой. Міне бірінші күні 3 жаңғақ, екінші күні 3 жаңғақ, үшінші күні 3 жаңғақ, төртінші күні 3 жаңғақ, және бесінші күні 3 жаңғақ десек, онда бұны 3-ті өз-өзіне 5 рет қосады екенбіз. Сонда жазайын 3 қосу 3 қосу 3 қосу 3 қосу 3. Сонымен бұл міне 5 күндегі жинаған жаңғақтарының саны екен. Ал олай болса есептейтін болсақ, сонымен міне бірінші күні 3 жаңғақ жинады. Екінші күні онда 3-ке 3-ті қосамыз 6. Келесі үшінші күні, яғни 6-ға 3-ті қоссақ 9, келесі 9-ға 3-ті қоссақ 12, ал енді 5-ші күні неше жаңғақ жинаған табу үшін 12-ге 3-ті қосамыз, сонда 15 шығады екен. Сонымен көріп отырғандарыңыздай, мына Тиын барлығы 5 күннің ішінде 15 жаңғақ жинайды екен. Ал енді мен бұны тағы да басқаша, яғни мына қосуды ықшамдау арқылы жазатын болсақ, бұны көбейту амалымен ауыстырсақ болады екен. Көбейту. Ол қалай екен? Яғни бізде күндердің саны 5. Міне 5 немесе топтардың саны 5 десек болады. Ал әрбір күні ол 3 жаңғақтан жинады ғой. Сонда бұл 5 күнді 3, яғни жаңғақтардың санына көбейтеді екенбіз. Сонда бұның жауабы 15-ке тең болады. Сонымен міне мұнда жазғандардың барлығы бір-біріне пара-пар екен. Сонда 3 жаңғақ, яғни 5 топ десек, сонда былай түсінсек болады ғой. Әрбір топта 3 жаңғақ болса, онда 5 топтан неше жаңғақ бар екенін тап десе, онда оның жауабы 15 болады. Ал 5 үштік деп отырғанымыз, сонда 3-ті 5, яғни 5-еу бар, әрқайсында 3 элементтен болса, онда оның жауабы 5-ті 3-ке көбейтеміз, 15-ке тең болады екен.